Бәрінен шаршадым, бәрінен көңілім қалды. Күн өткен сайын кімнің кім екенін танып келемін. Дос дегенім дұшпан болып шықты, сенгенім сатқын болып шықты. Мынау ғана жанымнан табылар дегендерім бірінен кейін бірі теріс айналды. Дұшпанға ренжімейсің, одан онсыз да соққы күтесің. Бірақ ең жақын адамнан, ең сенген жүректен қиянат көргенде жаның қақ айырылып кетеді екен. Түн ұйқың қашады, ас та батпайды, жан жүрегіңде бітпейтін бір мазасыздық пайда болады. Сонда түсінесің, бұл дүниеде бәрі жалған, бәрі өткінші. Саған шын жақын, еш қашан теріс айналмайтын жалғыз ғана Алла екенін. Адамның бәрі алшақтаса да, Алла еш қашан жалғыз қалдырмайды. Сенің көзіңнен аққан әрбір жасыңды, көкірегіңді қарып өткен әрбір күйіңді көріп тұр. Алла тастамағанда ішіңдегі қара түнектен жарық табасың, жүрегің тыныштық табады. Бәрі бітті деген сәттің өзінде бір есік ашып береді. Сонда ғана түсінесің, адамның қолдауы уақытша, бірақ Раббыңның мейірімі мәңгілік. Бір күні дәл осы ауыр күндеріңе қарап, мен шыдадым, мен құламадым, шүкір, деп алдыңдағы өмірге күлімсіреп қарайтын боласың. Өйткені сенің жаныңда әрдайым